Ал айт деген еліміздің, біздің мұсылманымыздың айт мейрамында мынандай сандық толы дүние болатын үлкен кісілердің киімдері деген сияқты, жинақтары деген сияқты. Соны ашып қойып, ашқаннан кейін ішіндегі әдемі киімдердің маталарын бәрін мына төрден жіп керіп, соған іліп, дүниелердің бәрін көрсетіп, жағалай іліп киімдерді. Орамал, әйтеуір үйінде не дүние болса, не киім болса, бәрін жағалай іліп сөйтіп қоятын. Келген адамдар ортада дастархан жайылып тұрады, ортасында бір қазан етіменен, нанымен қазандағы етті түсіріп, сорпасын қапталына кесеге қойып, бала да келіп атады, үлкен де келіп атады, жастар да келіп атады. Бәрі отырып, содан ауыз тиіп, сорпасынан ұрттап, нанынан, етінен жеп, асқайрат деген, қол жуат деген зат ол уақытта болмайды. Жаймен шығып, айттап жүрміз деп, жаңағы, мына кемпірдің дүние жинаған екен деп дүниелеріне қарап, сөйтіп шығып кетеді. Жастар, келіндер, үлкендер де бәрі де. Бүгінде бәрі ұмыт болды. Соны еске түсіріп жатқан әжеміз айт кезінде. Әдемі киімдер осындайлар бетіп іліп кәдімгі жағасını ұстап. Жеті киім ба, или былай киімдерді іле беретін болғанда? Қаяқтан келген деп кадрды бұзбаң. Әдемі жауықтарды іліп. Өстіп іліп қояды екен негізінде киімдерді. Қазір бәрін тығып қоятын болдық адамдар. Көрсетпей. Жұрттың түрі өтіп кетеді. Қолтығына қысып кетеді деп қорқады жұрт. Бәрін үстіп жағалай, бәр дүниесін іліп қояды. Қазір адамдар қызғаншақ болып кеткен бе, әлде қорқақ болып кеткен бе, әйтеуір білмеймін. Әйтеуір ондай ырымның бәрі жоқ. Ең болмаса бүйтіп шығармаса да сандықтың аузын ашып қояды деген әжелеріміздің әңгімесі. Болмаса сандықта жатқан жат тұл болды, тұл деп айтады екен. Тұл болған, тұл зат деп айтады екен. Әжелеріміздің айтқанын менің шығарып тұрғаным емес. Үлкен әжелерімізден, үлкен мамаларымыздан естіген әңгімеміз. Ол айт күні басшы болады, ол неге десін, желкеде бір тал шашқа су тимейді екен, сол үшін айт күні басшы болады. Содан айт күні обязательно шыт көйлекті болса, құттай балдарға дейін таза киінмеген, тігілген, нойдан тігілген көйлек киетін. Қазір бәрі бар бірақ, бәрі жетеді, бәрі көп. Тек өткендегі есімізде қалған ырымды әжелеріміздің, үлкен мамаларымыздың айтқан әңгімелеріне есте қалып айтып жатқаным ғой. Осылай, айттарыңыз қабыл болсын. Айттан айтқа аман есен еліміз тыныш болып, нанымыз көп болып, деніміз сау болып, бала-шағамыз өсіп жете берейік. Айттан айтқа аман есен қауыша берейік. Аумин. Өсіп сандықтарыңды ашып қойыңдар ал.